Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары, қысқаша көбейту формулалары бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда басқа да нұсқалары бар, және осы алгебра пәнінен бөлек физика және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Ал енді оқушылар бұл БЖБ-да өздерің көріп отырғандай 4 тапсырма беріледі, және мұндағы жалпы балл саны 3, 3, 4, 4, яғни 14-ке тең. Бірінші тапсырмасы дәрежені көпмүше түрінде жазыңдар. Оқушылар мұндағы дәрежені көпмүше түрінде жазу үшін екі өрнектің айырымның квадраты деген формулаға саламыз. Ол ашылады. Бірінші өрнектің квадраты, яғни 7z-тің квадраты 49z квадрат болады. Минус 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі 7-ге көбейтеміз 12-ні, 84 2-ге көбейтеміз 168 болады. Оған көбейтеміз z пен d-ны. Плюс екінші өрнектің квадраты. 12-ның квадраты 144, d-ның квадраты d квадрат болады. Енді мұнда бірінші өрнекті квадраттаймыз. 64, 7-ның квадраты 49, с квадрат. Минус 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі көбейтеміз с мен d-ны плюс екінші өрнектің квадраты. Енді мұндағы бірінші өрнекті сол күйде жазамыз. Минус мұндағы қысқаратындар қысқартайық. Мына екеуі қысқарады. 2-ге 4 көбейтіліп 8-бен қысқарады. Сонда бізде қалады с көбейтілген d. Қосамыз 49-дан 16 d квадратты. Келесі екінші тапсырмасы 3 мүшені 2 мүшенің қосындысының квадраты түрінде жазыңдар. Оқушылар мұндағы 3 мүшені 2 мүшенің қосындысының квадраты түрінде жазатын болсақ, екі өрнектің айырымының квадраты және екі өрнектің қосындысының квадраты деген қысқаша көбейту формуласын саламыз. Оқушылар мұндағы екі шеткі мүшесін квадратсыз аламыз. Сонда 0,116 деген ол 0,14-тің квадраты. Мұндағы минус таңбасы түседі. Y квадрат ол Y-тің квадраты. Екі өрнекті азайтып дәреже береміз, яғни квадраттаймыз. Мұнда 81 ол 9-ның квадраты, қосамыз d-ны. Екі өрнектің қосындысының квадраты деп аламыз. Енді тексеретін болсақ, бірінші өрнекті квадраттаймыз. 81, екі өрнекті көбейтіп 2 еселейміз, 18 болады. Қосамыз екінші өрнектің квадратын. 0,136 ол 0,16-ның квадраты. Мұндағы минус таңба түседі. А квадрат ол А-ның квадраты. Екі өрнекті азайтып квадраттасақ, мінекей осы өрнек шыға келеді. Келесі үшінші тапсырмасы теңдеуді шешіңдер. Оқушылар мұндағы теңдеуді шешу үшін ең алдымен мұнда біз тең 0 деп алайық. Есептің берілгенде қалып кеткен болса керек. Енді мұндағы жашан ашамыз. 5-ті көбейтеміз 25-ке. Көбейтеміз минус 5y-ге. Көбейтеміз y квадратқа. Енді мұндағы y-ті көбейтеміз 25-ке. Y-ті көбейтеміз 5y-ге. Y-ті көбейтеміз y квадратқа. Енді ұқсас мүшелерін біріктірейік. Мұндағы 25 минус 25 y пен плюс 25 y қысқарады. Мұндағы бізде y куб пен минус y куб қысқарады. 5y квадрат пен минус 5y квадрат қысқарады. Сонда бізде қалады. Мұндағы 125 қалады, мұндағы бізде минус 20y қалады. Сонда минус 20y тең мұндағы 125-ті минус 125 етіп теңдіктің оң жағына ауыстырамыз. Сонда y-ті табу үшін минус 125-ті бөлеміз минус 20-ға. Сонда y тең болады 6,25-ге.
Оқушылар, келесі соңғы тапсырмасы өрнекті ықшамдаңдар. Оқушылар, мұндағы өрнекті ықшамдау үшін екі өрнектің қосындысының квадраты және екі өрнектің айырымының квадраты деген формуланы қолданып жақшаны аша аламыз. Мұндағы екі өрнектің қосындысының квадраты ашылады. Бірінші өрнектің квадраты плюс екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі плюс екінші өрнектің квадраты. Енді мұндағы жақшаны ашамыз. Мұндағы теріс таңбаға мән береміз. Минус. Мұнда бізде 7m квадраттың квадраты 49 m-нің 4 дәрежесі болады. Мұнда біз екі өрнекті көбейтіп екі еселейміз. Мұнда бізде минус таңба түседі. Мұндағы минуспен плюс болады. Сонда 14 m квадрат n куб болады. Плюс екінші өрнектің квадраты, мұнда бізде минус, сонда минус n-нің 6 дәрежесі болады. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Мұнда мына екеуі қысқарады. Таңбалары әртүрлі және мұндағы 49 m-нің 4 дәрежесі мен минус 49-ның m-нің 4 дәрежесі қысқарады. Енді мұнда екеуінің таңбасы бірдей қосылады, коэффициенттері қосылады. 28 m квадрат n куб болады. Енді мұнда 1000-ның өзін жазамыз. Қосылған d-ның 6 дәрежесі минус мұндағы d квадратты көбейтеміз. Келесі жақшаның ішіндегі әрбір өрнекке d-ның 6 дәрежесі, мұндағы таңбаны ескереміз. Мұнда минус, мұндағы таңбамен плюс болады. 10d-ның 4 дәрежесі минус 100d квадрат. Енді 10-ды көбейтеміз d-ның 4 дәрежесіне. Минус 10 көбейтілген d-ның 4 дәрежесі. Мұнда плюс 100d квадрат минус 1000 болады. Енді ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Мұндағы 1000 мен минус 1000 қысқарады. Мұнда бізде d-ның 6 дәрежесі минус d-ның 6 дәрежесімен қысқарады. Мұнда мына екеуі қысқарады. Мұнда да таңбалар әртүрлі екен, қысқарады. Сонда бізде қалады 0. Түсінікті. Оқушылар, егер түсінбеген сұрақтарың болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.